Сәлем достар, баршаларыңызға. Сіздермен мен Әйгерім. Сіздермен бүгін жареный пельменнің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, қытырлық болып. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, бастайтын боламыз. Жылы суымызды ең алдыменен таза ыдысымызға құямыз. Оның артынан Сүтіміз де суымыз да жылы болу қажет. Одан соң бір жұмыртқамызды, тұзымызды және де сары майымызды да салып, ерітілген сары май немесе бөлме температурасында тұрған сары майды салып, бенчиктің көмегімен араластырамыз. Егер бенчик болмаса, қасықтың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап бенчиктің көмегімен араластырып аламыз. Он елгіштер өткізілген ұнымызды осылай екі бөлікке салып, қамыр елеп алатын боламыз. Бірінші бөлігін осылай салып, бенчиктің көмегімен араластырамыз. Қоюланған кезінде бенчикті алып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр елеп аламыз. Қамырымыз бірақ жұмсақ болып кетпеу керек, шли. Осылай орташа көлемінде қамыр болып шықты. Жайып, осылай төрт-бұрышты етіп, кәдімгідей пельмендерге ұқсатып, барлығын бөліп алатын боламыз. Бөлгеннен кейін қайнатылған картошкамызды осылай арасына салып шығатын боламыз. Мен жаятын жерім кең болмағандықтан камераға көрінбейтін жерде жайып, осылай кесіп алдым. Барлығын осылай ортасына қойып, ортасын бүгіп, екі шетін қайыру арқылы осылай пельмен істеп шығатын боламыз. Барлығында толықтай солай түйеміз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп түйсеңіздер өте оңай болады. Әркімнің қалауы өз қалауы, қалай түйсе де, маған осылай теріс қарай айналдырып түйген ыңғайлы болады. Майды алдын ала қыздырып, бауырсақ сияқты етіп, қызған майымызға пісіріп алатын боламыз. Осылай шетінен салу арқылы. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа өтіп көре аласыздар. Осылай қып-қызыл болған кезімізде алып алатын боламыз. Барлығын толықтай пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін дастарханға тарта берсеңіздер болады. Балдарымызға өте қатты ұнайды. Тапсырысқа да жасап жүргендер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.